Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі көңіл күйлерің жақсы болса, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы морфология әлеміне саяхат. Сабақтың мақсаты сөз таптарының сөйлемдегі қызметін және сөз таптары туралы біліміңді еске түсіресің. Морфология дегеніміз не? Морфология гректің түр, тұлға, сөз, ілім деген мағынасын білдіреді екен. Олай болса, бірінші жаттығу морфология дегеніміз не екен? Осы ертегі арқылы білетін боламыз. Ертеде біз білмейтін бір елде сөздер өмір сүріпті. Ол морфология елі деп аталыпты. Дүниедегі сөз біткеннің бәрі сол елде бірге тату тәтті тұрыпты. Күндердің күнінде сөздер бір нәрсеге келісе алмай, сен ұзынсың, мен көпшілмін, мен мағына беремін, ал мен бірақ мағына беріп оқшау жүргенді ұнатамын деп айтса жөнеледі. Мұны естіп қалған сол елдің ханы сөздерді мағыналарына, сұрақтарына, басқа да ерекшеліктеріне қарай топ-топқа бөліп тастапты. Сөздерді ұқсас белгілеріне қарап, 9 топқа бөліп жеке-жеке ат қойыпты. Осылайша морфология елі 9 сөз табының ортақ еліне айналыпты. Балалар, қазақ тілінде 9 сөз табы бар екен. Олар зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөз, шылау және одағай екен. Ал балалар, біз бар болғаны 4 сөз табын ғана білеміз, е? Зат есім, етістік, сын есім, сан есім дерді ғана білеміз. Ал енді қалған 5-еуін біз бұдан былай өтетін боламыз. Ал енді мына ребусты шешетін болсақ балалар, жаңа сөз таптарының аттарын білетін болады екенбіз. Мына ребусты шешейік. Бірінші 5-тің қандай сөз шықты? Есімдік. Керіктің кісін алады екенбіз. Есімдік. Екінші, үстел, үстеу, ұлудың үстеу, шылау, одағай, еліктеуіш. Ал енді тексеріп көрейік. Есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеуіш деген қалған 5 сөз табы шықты. Енді екінші жаттығудағы кестеге қарайық. Әр қатардағы артық сөзді тап. Неліктен оларды артық деп ойлайсың? Бірінші, зат есім. Зат есім қандай сұраққа жауап беруші еді? Кім, не деген сұраққа жауап береді? Ал енді тексеріп көрейік, қандай артық сөз бар екен? Жел, қауырсын, суық, күн, кемпір қосақ және омарташы. Ал әр қайсысын қазір сұрақ қою арқылы біз артық сөзді табатын боламыз. Жел. Қандай сұраққа жауап береді? Не деген сұраққа жауап береді? Не? Жел. Қауырсын. Қауырсын. Бұл да не деген сұраққа жауап береді екен? Суық. Суыққа балалар қандай сұраққа жауап береді? Суық деген сөз. Суық. Дұрыс айтасыңдар. Қандай деген сұраққа жауап береді? Демек ол зат есім емес. Ол қандай сөз табы екен? Қандай деген сұраққа жауап беретін? Сын есімге жатады екен. Қалған күн. Не деген сұраққа жауап береді? Кемпір қосақ. Не деген сұраққа жауап береді екен? Омарташы. Кім? Омарташы. Қалған барлығы зат есімдер екен. Тек қана суық деген сөзді сызып тастаймыз. Етістік. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұраққа жауап беретінін білеміз. Ал енді күшейді, көмкерілді, боран, ұшып кетті. Осы сөздердің
Қайсысы артық деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Боран деген сөз қандай сұраққа жауап беріп тұр? Иә, не деген сұраққа жауап беріп? Не? Боран. Қалған, күшейді, көмкерілді, ұшып кетті. Не істеді? Деген сұрақтарға жауап береді екен. Демек, бұл жердегі артық сөзіміз боран екен. Келесі сын есім. Қандай, қай деген сұраққа жауап береді? Көкшіл, тәтті, үшкір, шөл, сулы. Қандай? Көкшіл, қандай? Тәтті, қандай? Қарындаш, үшкір қарындаш. Шөл, қандай сұраққа жауап береді? Не деген сұраққа жауап береді? Не? Шөл, қандай жер? Сулы жер. Демек, артық сөзіміз не екен? Шөл деген сөзіміз артық екен. Бұл зат есіме балалар не деген сұраққа жауап берсе? Артық сөзіміз шөл. Соңғы, сан есім. Қанша, неше, нешінші. 7, 3, қос, 11-ші. Бұл жердегі артық сөз тауып көріңдерші. Сан есім емес, бұл қос деген сөз екен, қос. Өйткені 7, неше, қанша? 7, 3, нешеу? 3, бұл да сан есім. 11-ші, нешінші? 11-ші. Қалған сөздер сан есімге жатады екен. Ал тексерейік, дұрыс таптық. Суық, боран, шөл, қос сөздері артық сөз болып шықты. Келесі, балалар, 5-ші, 6-ші бетте 3-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы дейді. Сөз таптары әр түрлі болады. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөз. Әрқайсының өзіндік белгілері, соған сәйкес жазуда және сөйлеуде қолданылатын жалпы ережелері бар. Сондықтан бұл сөз таптарын, яғни сөз таптарын бір-бірінен ажырату үшін морфологиялық талдау жасау қажет екен. Ал енді мынау сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сөз таптары қалай аталады? Сөз таптары қалай аталады? Жаңа ғана айттық, иә? Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеу сөз. 9 сөз табы бар екен. Бір сөз табы екіншісінен қандай белгілер арқылы ажыратылады? Балалар, біз бір сөз табын екінші сөз табынан қандай белгілері арқылы ажырататын едік? Иә, дұрыс айтасыңдар, сұрақ қою арқылы, иә? Сұрақ қою арқылы біз қай сөз табына жататынын ажырата аламыз. 3-ші, морфологиялық талдау қалай жүргізіледі? Морфологиялық талдау сұрақ қою арқылы жүргізіледі. Мысалы, ақылды бала десек. Бала кім? Бала зат есім екен. Қандай бала? Ақылды бала. Сын есім болады. Қандай деген сұраққа жауап берсек, ол сын есім болады екен. Сөйтіп, сұрақ қою арқылы біз морфологиялық талдау жүргізеді екенбіз. Енді балалар, сендерге үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы. 4-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Барқыт тау, жасыл дала, зеңгір аспан. Күміс көл, ерке өзен алып қашқан. Құмартып келем саған бала жастан. Дариға, жер бар мекен сенен асқан, дейді. Қасым Аманжоловтың өлеңі екен. Енді бұл жаттығуды қалай орындаймыз? Қазір бірінші жолын көрсетейін сендерге. Барқыт тау, жасыл дала, зеңгір аспан. Бұл жердегі балалар сөздік жұмысын жүргізіп кетейік. Зеңгір неге жұлдызша беріліп тұр? Өйткені жаңа сөз, сендер түсінбей қалуларың мүмкін. Зеңгір деген сөз аспанмен таласқан, биік деген мағынаны білдіреді екен. Зеңгір аспан дегеніміз демек биік аспан деген мағынаны білдіріп тұр.
Енді морфологиялық талдауды қалай жүргіземіз? Алдымен көшіріп жазамыз өлеңді, үстіне зат есім болса зат есім деп жазып қоямыз, сын есім болса сын есім деп жазып қоямыз, етістік болса етістік. Барқыт тау. Қандай тау? Барқыт тау. Қандай деген сұраққа жауап бер. Барқыт деген сөз қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Демек, ол сын есім екен. Тау. Барқыт не? Тау. Тау не деген сұраққа жауап беретін болса, бұл зат есім болады екен. Сол сияқты жасыл дала. Қандай дала? Жасыл не? Дала. Дала зат есім, жасыл сын есім болады екен. Зеңгір аспан. Қандай аспан? Зеңгір аспан. Зеңгір сын есім, зеңгір не? Аспан, зат есім екен. Өстіп басына қарындашпен жазып шығамыз. Келесі 5-ші шығармашылық үзіліс балалар. Керісінше жұмбақ дейді. Керісінше жұмбақ дегенді қалай түсінеміз? Біз күндегі әдеттегідей сөз жұмбақтың алдымен сұрақ беріледі, біз сөздерді жазамыз, ал енді керісінше жұмбақта балалар сөздер жазылып тұрады. Кітаптарының 6-шы бетіндегі 5-ші жаттығуға қараңдаршы. Сөздер берілген, сұрақтары жоқ. Біз не істеуіміз керек? Осы сөздерге сұрақ жазуымыз керек. Мысалы, бірінші көлденеңінен найзағай деген сөз. Найзағай, балалар, мұндағы қызыл жұлдызша нені білдіреді? Бұл жаңа сөздер, немесе сендер атауларын білмеуің мүмкін. Оны қайдан қараймыз? Оқысы оқулықтың соңындағы 137-138 беттерде осындай жұлдызшасы бар сөздерге түсінік берілген. Найзағайды көрейік. Найзағай ыстық және суық ауаның соқтығысынан пайда болатын күшті жарқыл дейді. Найзағай дегеніміз не екен сонымен? Ыстық және суық ауаның соқтығысынан пайда болатын күшті жарқыл немесе жай. Енді бұл жерге не жазамыз? Көлденеңіне найзағай деген бірінші сұраққа не жазамыз? Біз былай жазсақ болады. Ыстық және суық ауаның соқтығысынан пайда болатын күшті жарқыл дегеніміз не? Ол не екен? Солай жазсақ болады. Немесе найзағай сөзінің синонимі десек болады. Біз найзағайды жай деп те айтамыз. Жай түсті, қораға жай түсті, немесе ағашқа жай түсті деп жатады. Найзағай түсті десек те болады, жай түсті десек те болады. Сонда бұл найзағай сөзінің синонимі екен. Найзағай сөзінің синонимі деп жазсаңдар болады. Сол сияқты екінші шық деген сөз, оны да осы беттерден тауып жазамыз. Тігінен және көлденеңінен сөздерді тауып, сұрақтарын жазамыз. Сөйтіп керісінше жұмбақты шешеміз. Жақсы балалар. Кері байланысты маған жібересіңдер. Сабақ осымен аяқталды балалар. Сау болыңдар.